Сәлем достар, бүгін сіздермен ең үздік 3 түрлі шайдың рецептімен бөлісетін боламын. Шөлдегенде шөлді басатын бұл шайлар денсаулыққа өте пайдалы, әрі жасалу жолы оңай. Рецепті мұқият қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші жасайтынымыз жеміс шайы. Ол үшін шайнекке брусника жемісін саламыз. Кез келген жеміс түрін қолдансаңыздар болады. 2-3 тал апельсин мен 3 тал лимон тілімдерін салып, 2 дана корица таяқшасын және 1 уыс жалбыз жапырағын саламыз. Үстінен 1 қасық қара шай түйіршіктерін салып, қайнаған суды құямыз. Қақпағын жауып 15-20 минут қойып, шайдың қызарып шығуын күтеміз. Шайдың қызуы басылған соң үстінен 1 ас қасық бал салып араластырамыз. Балымыз ерігенше араластырамыз. Міне, бірінші дайындаған жеміс шайымыз дайын болды. Шайларыңыз дәмді болсын. Келесі дайындайтын шайымыз Ташкент шайы. Ол үшін шайнекке 2-3 дана лимон мен 3 дана апельсин тілімдерін салып, 1 дана корица таяқшасын және шайдың дәмін келтіру үшін 1 уыс жалбыз бен 1 дана науат салып, 1 қасық көк шай жапырақтарын саламыз. Үстінен қайнап тұрған суды құйып, қасықпен араластырып, қақпағын жауып, 10-15 минутқа қоямыз. Достар, рецепттің құрамын сипаттама бөлімінен таба аласыздар. Міне, екінші дайындаған Ташкент шайы дайын болды. Шайларыңыз дәмді болсын. Келесі дайындайтын шайымыз Марокко шайы. Ол үшін шайнекке 3 дана апельсин тілімі мен 3 дана лимон тілімін саламыз. 2-3 дана имбир тілімдерін саламыз. Артынша 1 уыс жалбыз жапырақтарын салып, 1 дана корица таяқшасын саламыз. Үш-төрт түйір қалампыр мен 1 түйір бадиян дәмдеуіштерін саламыз. Одан кейін 1 ас қасық әртүрлі шөптен жасалған шайден салып, үстінен қайнап тұрған судан құямыз. Қақпағын жауып 10-15 минут бұқтырып, кейін 1 ас қасық бал саламыз. Балы ерігенше араластырамыз. Міне, соңғы 3-ші дайындаған Марокко шайы де дайын болды. Шайларыңыз дәмді болсын. Достар, осы шайлар топтамасы рецепттері ұнаса, дайындап көріңіздер. Және пікірге ұнайтын шайларыңызды атауын жаза отырыңыздар. Әрі осы рецептпен достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.